Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Тағы бір керемет платформаны сіздерге таныстырайын деп отырмын. Бұл әрине химия, биология, физика пәндеріне өте ыңғайлы екен. Мен көргенім бойынша әрине ағылшын пәндеріне де ыңғайлы, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Осындай квиз жасауға, немесе сұрақтар, өткен тақырыпты қайталауға пайдалануларыңызға болады. Енді мен бірінші осылай көрсетіп шығайын сіздерге. Міне осындай мүмкіншіліктер бар. Осылай балалар телефоннан орындайды. Сіздер алдын ала тапсырмаларды, сұрақтарды жасап қоясыздар. Қаншама адам пайдаланады, 200 мыңдай пайдаланушы деп тұр, иә. Немесе осындай онлайн тақтасында сызбалар жасауға болады. Қазір мен тіркеліп жасап көрейін. Әрине кез келген сайтқа Google арқылы тіркелу керек, міндетті түрде тіркелгеннен кейін ғана жасай аламыз, иә, білесіздер. Google аккаунт қалай ашу керек, ол да менің YouTube каналымда бар. Көрсеңіздер болады. Міне мынам барлығын понятно деп баса саламыз. Енді міне библиотека, менің жасаған жобаларым деген сияқты сол разделдар, бөлімдер болады. Maps деп тұр, жаңа карта жасауға болады екен. Енді қазір жаңа зат жасап көрейік. Міне мына жерге мәтін, документ, картинка жүктесеңіздер болады. Мына жаққа descriptionға жаңағы түсініктеме не туралы болса соны жазсаңыздар болады. Темасын жазып қойсаңыздар болады. Әрине кез келген нәрсені переводчикта аударып алуға болады. Пәнін жазу керек, тілін жазу керек, қай тілде болады. Сосын сыныбы, ары қарай уже өте бересіздер, сұрақ құрастырасыздар. Сосын өзі сондай ссылка, QR код шығады. Соны балаларға тарату арқылы бұл тапсырманы орындата аласыздар.